Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы қоршаған ортаны танып білемін, етістік. Оқу мақсаты мәтіннің құрылымын анықтауды, жұмбақ шешуді, синонимдерді табуды үйренеміз. Ал енді біз жаңа сабаққа оралмас бұрын етістік дегеніміз не қайталап өтейік. Етістік бұл заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік қандай сұрақтарға жауап береді балалар? Есімізге түсірейік. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарына жауап береді. Ал енді ендеше балалар, сабағымыздың мақсатына қайтадан оралайық. Сабағымыздың мақсаты ол мәтіннің құрылымын анықтауды, жұмбақ шешуді, синонимдерді табуды үйренеміз деп айтып өттік. Ендеше балалар, мәтіннің түрлерін еске түсіріп көрейікші. Ол үшін мына сілтеме арқылы видеоны қараймыз. Қайталайық. Мәтін, оның түрлері, құрылымы. Біз жеке дыбыспен, жеке сөзбен, немесе бір ғана сөйлеммен ойымызды толық жеткізе алмаймыз. Ойымызды толық жеткізу үшін бір-бірімен мағына жағынан байланысатын бірнеше сөйлемнен тұратын мәтінді пайдаланамыз. Мысалы, қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бір-бірімен байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни, тақырып деген мәтіннің атауы. Мәтіннің 3 түрі бар. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтінді әңгімелеу мәтіні дейміз. Сипаттау мәтінінде қандай және қалай деген сұрақтарға жауап беретін сөздер көп айтылады. Себебі сипаттау мәтіні зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайды. Пайымдау мәтінінде автор әрбір айтқан ойының неге, неліктен олай екенін түсіндіреді. Пайымдау мәтіні оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін. Сол үшін себебі, өйткені, сондықтан деген сөздерді пайдаланамыз. Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Мұны мәтіннің құрылымы деп атайды. Мысалы, фильмде айтылған мәтіндер тауға шығумен басталды, үйге қайтумен аяқталды, қалай ойнап, қалай демалғаны туралы айтылған жері, негізгі бөлімі. Ал ендеше балалар, мәтіннің түрлерін есімізге түсірдік пе? Иә. Ал енді синоним сөздер дегеніміз қандай сөздер? Есімізге түсірейікші. Синоним ол мағынасы жағынан бір-біріне жақын сөздер. Мысалы, сабырлы, байсалды, төзімді, ұстамды, салмақты. Яғни бұл сөздердің мағынасы жағынан бір-біріне жақын сөздер, иә балалар? Ал енді оқулықпен жұмыс жасайық. Кітабымызды ашамыз. Ендеше кітабымызды аштық. 11-ші мәтінге назар аударамыз. Ал балалар, мәтінді іштей оқимыз. Иә.
мәтінді оқып болсақ, мәтін не туралы болды? Енді мәтінде не істедік, қайтеді сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жазамыз. Яғни осы мәтіндегі мәтін не туралы болды, балалар? Екі баланың тоғайға барған жөнінде болды, ендеше осы не істедік, қайтеді деген сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жазамыз, Ол үшін біз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, сынып жұмысы деп, терме, диктанты деп, ТГ деп жазамыз, Мәтін бізде азат жолдан бастап жазылады. Есімізге түсіреміз, Осы мәтінді жазып біз мынау сұрақтарға, айтылған сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жазамыз. Ал енді балалар, келесі тапсырма 12-ші жаттығу 75-ші бетті ашамыз. Мұнда бізге өлең берілген, Өлеңді жатқа жаз деп тұр. Етістіктердің астын сыз дейді. Өлең не туралы екенін айтуған ат қой дейді. Ақ қанатты шағала, қалықтайсың жағада, көк теңізден шықпайсың, жағасың да ықтайсың дейді. Балалар, өлеңді оқып болған болсақ, өлеңге ат қоямыз. Өлең не туралы болып тұр, қалай ойлайсыздар? Шағала туралы, Өлең шағала туралы болып тұр. Демек, өлеңіміздің аты шағала болады. Ал енді өлеңімізді көркем жазамыз дәптерімізге азат жолдан. Тапсырманың 12-ші жаттығу деп азат жолдан жазамыз. Мына өлеңді көшіріп дәптерімізге көркем жазуға тырысамыз. Содан кейін етістіктердің астын сызамыз. Балалар, етістіктердің астын біз қандай жолақпен сызушы едік? Екі жолақпен астын сызамыз. Яғни бұл өлеңде бізде етістік қай сөздер болып тұр? Қалықтайсың, шықпайсың және ықтайсың. Яғни іс қимыл әрекетін білдіріп тұрған сөздер. Жарайсыңдар балалар. Енді бізге мынандай оқуымыз ашсақ, мынандай ертегі беріп тұр. Түлкі мен ешкі ертегісі, Бұл ертегіні біз тыңдап көрейік. Онда YouTube желісіндегі ертегіні тыңдап көрейікші, балалар. Түлкі мен ешкі ертегі. Бір күні түлкі келе жатып, абайсызда бір терең құдыққа түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көрді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өліп едім. Құдықтың іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен», дейді түлкі. Мұны естіп ешкі, «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп ойлап, секіріп құдыққа түсіпті. Сонда түлекең ешкінің үстіне секіріп мініп, онан мүйізіне шығып, далаға ырғи жөнеліпті. Сөйтіп жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болады деген осыдан қалыпты. Ал енді балалар, бұл ертегіні көріп болған болсақ, бұл сіздерге үй тапсырмасы болады. Яғни, осы түлкі мен ешкі ертегісіне біз, балалар, жоспар құруды жалғастырамыз. Жоспар құрамыз. Бұл үй тапсырмасы орындалған тапсырманы Google Classroom платформасына жүктейміз. Жарайсыңдар, балалар.
Ал енді осымен сабағымыз тамам. Хош, сау болыңыздар.